Самат, не тұрс? Шығарыңыз. Апай кішкене ойлана алайыншы. Самат, мына есептің жауаптары. Апай, болдым. Жақсы. Дұрыс. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі кім, балалар? Шыға қойыңыз. Жәнібек, рахмет саған. Апай, мен болдым. Жарайсың, отыра қойыңыз. Жәнібек, тоқтасай. Бүгін сабақтан кейін не істейсің, ойнайсың ба? Жоқ, мен тамағым ішіп боксқа баруым керекпін. Боксқа барып жүрсің ба? Иә, біраз болды ғой. Бүгін ойнаймыз ба деп едім. Самат, Ау, сеніңше боксқа барғың келмей ма? қызықпаппын. Жүрсейменмін, өкінбейсің, мықты тренеріміз бар. Сағат қаншада? 3-те. Күт онда. Болды, күтем. Ойын бастамасы ғой. Әрине бастамасы. Жалғастырамыз, а? Иә. Ал, жігіттер, Самат, жарайсың. Сенің боксқа келгенің өзі, сен чемпионсың. Енді еңбек, тәртіп, сол кезде результат болады. Жәнібек, досыңды алып келіп жүр. Жарай ма? Тренировкадан қалмаңдар. Жарайды, ағай. Сау болыңыз, ағай. Бірінші күнде жаман емес тренер сені мақтады бізге. Рас па? Рас, өзің епті екенсің. Сен мен қолымнан тек бұзықтық келеді деп ойлайсың ба? Жоға, білемін ғой сені. Жәнібек, саған рахмет. Нағыз жігіт екенсің. Оқасы жоқ. Сонымен енді жан достар болдық па? Иә, нағыз өмірлік достар. Джонни, бірақ мен өскенде спортсмен болмаймын. Енді кім боласың? Мен өскенде полиция қызметкері боламын. О, күшті ғой, ал мен дәрігер болам. Ол да жақсы ғой. Ей, сен де менің арманымды менсінбей тұрсың ба? Жоға, керісінше жақсы емес па адамдар демдейсің? Ал балалар, мен сіздерге үй тапсырмасына достық жайлы берген болатымын. Бізде әдемі достық жайлы айтылған сөздер бар. Дос, доссыз өмір бос. Досы көпті жау алмайды.
100 теңгең болғанша 100 досың болсын деген сияқты. Ал балалар, достық жайлы үй тапсырмасын кім айтады? Апай, мен айтам. Самат, шыға қой. Дос деген ол аққуды атпа, досыңды сатпа. Жәнібек екеуміз үйде күнде ойнап күлеміз. Боксқа бірге барып жүреміз. Өте дұрыс, жарайсыңдар. Жәнібек екеуміз күнде үнемі асыр салып Жақсы. ойнаймыз. Үнемі күреске бірге барамыз. Бірге сабақ оқимыз. Бірге үй тапсырмасын орындаймыз. Жәнібек менің жан досым. Жарайсыңдар, отырамыз. Қайғыңа ортақтың досым. Әкең ауыр жүргенін айтпадың ғой? Емін іздестіретін ел бар, жұрт бар дегендей. Көңіліңе рахмет досым. Бірақ ештеңе шықпады. Өзімізде апармаған жеріміз жоқ. Соңғы кезде әкемнің өзі тыныштық беріңдерші, әрі бері сүйре бермеңдерші деді. Көкем жақсы адам еді ғой. Екеуміз жайлы, достығымыз жайлы айтып жүретін еді ғой. Ол кісі жайлы өткен шақты айту қиын. Сынба досым, еңсереміз бәрін. Өтеді де кетеді әлі бәрі. Ғалымов, Ау, апай. Тоқтаров тағы да сабаққа келмеген бе? Ол бала өзі оқи ма жоқ па? Не болып жүр оған өзі? Апай оған әкесінің өлімі қатты әсер етіп жүрген сияқты. Есіңде болсын балам. Адам өлмейді. Адам қайтыс болады. Абай атамыз айтқандай, өлсе өлер қара жер, адам өлмес деген сөз бар. Адам дүниеге келеді, дүниеден қайтады да рабысына оралады. Тірі адам тіршілігін жасайды балам. Сен Тоқтаровқа айтып бар. Биыл ұбытыға кіресіңдер. Ал оқымаса, тестке қалай кіреді? Жарайды, апай, айтам. Не қылды, молда олайын дедің ба? Жаным тынышталады. Сол үшін тыңдайым. Мектепке келуді қойдың. Апай сұрап жатыр сені. Боксқа да келмейтін болдың. Тренер орныңды босатсын деп жатыр. Ештеңеге зауқым жоқ. Сонда не істейсің? Осылай бәріне қол сілтей саласың ба?
Білмеймін досым. Білмеймін деген нес? Жақында ұбыты келе жатыр. Дәрігер болам деген арманың қайда? Дәрігер болу үшін қанша бал жинау керектігін білесің бе? Досым. Ұбытының емес, өмірде Құдайдың алдындағы балың есептеледі екен ғой. Бұндай тақырыпта әңгіме айту әлі ерте деп ойламайсың ба? Жүр тұр кеттік. Қосымшаға барамыз. Бара алмайым. Мына шейхтің уағыздарын тыңдап бітіруім керекпін. Шейхті қоймай қойдың ғой? Не, кім ол сонша? Кән, не бар ол жерде? Тыныштық бар, Самат, тыныштық. Сен де біреуін тыңдап көрші. Мынада переводтарымен, қазақ тілінде. Жүрегіме тыныштық таптым осы кісінің уағыздарынан. Білмеймін досым. Өзіміздің мешіттегі ұстаздардың уағызы болса мейлі екен да, мыналар танымаймыз да ғой біз. Әкем қайтыс болғаннан кейін, осы шейхтардың уағызын тыңдай бастағаннан кейін, жүрегімде тыныштық тапқан сияқты. Рас па? Рас досым. Білесің бе, әрбір адам діннен өзіне керек сұрақтарды тауып алады екен. Мүмкін. Бауырым, сен мұнан тыңдап көрші. Мағынасында өте керемет айтады мана шейх. Тыңдаған не, сабақ ше? Ой, сабақты кейін үлгіресің. Жарайды, сен үшін. Мә? Бірақ ше, тыңдап болғаннан кейін сабаққа да боксқа да қайтадан ораласың. Келістік па? Кішкене тесттің бетін ашып қою керек еді. Қош, настроениені түсірмеш. Енді ұбыты да жақындап қалды ғой. Енді бұйырғанын көрерміз. Тағалғанда не үйренеміз? Қиын болайын деп тұр негізі. Қойшы одан да көшенің басындағы балдарға барып қайтайық. Барайық. Көрші арбаны әкелді ма? Арбаны әкелмеді солар. Соған бермеңдер, соған бірдеңке берсең өмірі бақи әкелмейді. Пышақ та сол үйде шығар бір күн қарасаң. Енді көрші тұрғаннан кейін сұрап тұр. Бар екен білет, ұят қой бермесек. Балам, келдің ба? Қалай жағдай? Емтихан қалай болды? Шекті балды алдың ба әйтеуір. Грантқа жете ма? Мен мамандығыма жетпейді. Жәнібек ше? Балам, шай іш. Ол да құлады ғой. Тестте өте алмады. Соңғы кездері екеуің дандайсып кетіп едіңдер көше кезіп. Оқу керек еді. Жұрттың балдары жүр грантта оқып. Мейлі енді, ештең етпейді. Ақылы оқи салады, жалғыз баламыз емес пе? Бастысы шекті балды алыпты ғой. Уайымдама жан. Заңгер боласын, түсінікті ма? Таныстар бар, Құдайға шүкір. Сосын арбаны әкеп қой үйге. Жарайды. Не істейміз енді? Білмеймін. Күйдіріп үйдегілерге салмақ болғым келмейді. Грантта оқығанға не жетсін? Менің әкем заңгерлікке оқытайын деп жатыр. Ақылы болса да. Жақсы ғой. Сенің де ағаларың бар ғой? Оқытатын шығар? Оқытуын оқытатын шығар. Бірақ мен де бір нәрсе тапқан сияқтым. Не ол? Кейін хабарласам, сосын айтам. Қызық па деймін?
Балам, тыныштық па? Бағана бірден айтам деген ең. Аузыңа құм үйіп қалмай, айтсай? Қайте бала адамды қорқытпай. Айтуға айтам ғой. Бірақ сіздер қалай қабылдайды екенсіздер? Енді сен айтсайшы, содан кейін барып көреміз. Жағдай былай. Алдында енді сіздерге масыл болмау үшін ақысыз оқу іздедім. Сонымен бір оқу таптым. Болғандай оқу? Шетелде бір дін үйрететін медресе бар екен. Барлығын өздері қамтамасыз етеді екен. Жататын жерін, тамағын, бүкілін. Ұстаздары арабтар екен. Және арабша үйретеді екен. Ойбай-ау бұл, не деген батпан құйрық? Сондай, анашым. Қазір сондай, мама. Андай ғой, медреселердің көбісі тегін да. Жастардың иманын күшейді ғой, қателеспесем. Анашым, ол жақта визаларын, документтерін барлығын өздері істейді екен. Ол жаққа барсам, шетел көріп қайтам, ел көріп қайтам. Жақсы емес пе, анашым? Сіздерге масыл болмаймын. Ешкімге зияным жоқ. Қайдам мен? Ой, мама, несіне уайымдай бересіз? Бала барам деймі, барсын. Барып, дін үйреніп келеді. Дін үйренбесе, тіл үйреніп келеді. Әйтеуір арабша білсе жаман емес қой. Ертең любой жерге жұмысқа кіруге зато оңай болады. Ата уалахала деп, кәдімгі, дубайда, Джони. Мен қолдаймын. Сонда бұл қалай болар екен? Мама, не ап, сіз осындай уайымшылсыз, баланың главный ниеті ғой? Ниет түзу, барам деп тұр, дұрыс па? Амалда ниет бірінші дейді. Осы Жәнібектей кезімізде мені де жібердіңіз ғой Москваға. Ол кезде уайымдамадыңыз, Аязға жібердіңіз, қақаған Аяздың ортасына. Зато Москвада оқып келдім. Қазір соның арқасында ділдей бір врачпын. Пожалуйста, қалада кімсің? Пәленше дәрігер. Так что мен қолдаймын сен. Мама, сосын андай не ғой? Шетелде оқып жатқандар бар ғой? Шетелде оқып келгендер бар ғой? Ешқайсы жаман болып отқан жоқ қой. Кенжетайымды уайымдап өлем ғой содан кейін мен. О жаққа жіберіп алып. Ой, мама, несін уайымдай бересіз? Барысында үйреніп келеді. Тым болмаса әйтеуір. Үйде әкемізге Құран оқып отыратын бір әулие болады да, Ой, сен де. Дін деген жаман ба? Мама, айтыңызшы. Өзіміз, жасымыз 30-ға келіп Фатиханы әрең жаттадық қой? Фатиханы бітеп әрең жаттап алдық 30-ға келіп. Үйті ол. Батия қайтыс болғаннан кейін жаттадық. Әйтпесе, қайтыс болмыз жаттамайтын бедік, кім біледі? Ой, сен де қайдағын айтып. Мен қолдайым. Барам дейма, барсын. Өзім көтерем. Уайымдама. Ол жағынан қам жеме. Главный сен дайындал. Мама, бәрін өзің көтерем. Жіберейік болды. Біздің еден ол жаққа барып атқан кімдер бар екен? Ауылдан, қаладан таныс дегендей. Оны білмедім, бірақ батыстан 2-3 жігіт барған екен. Сол кісілердің телефон нөмірлерін таптым. WhatsApp-тан жазып қарасам, барлығы жақсы дейді. Әңгімелеріне қарасам, әбі-жептеуір жігіттер сияқты. Ол медреседе тағы да Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Африкадан, тағы басқа елдерден келіп оқиды екен адамдар. Соған қарағанда, анашым күшті медресе сияқты. Солай де, жалғыз өзің бе? Өзің барсаң, саған қиын сияқты. Бұлай сұрастырып көру керек те, баратында жоқ па екен? Таныс дегендей, ауылдан әйтеуір. Зато таныс болса уайымдамайсың да, тежеңіз болып тұрасың. Анау, қоя тұр. Кім еді, қисық бет, сарым еді? Кім еді анау досың? Самат. Самат. Соған айтып көрсей? Әйтеуір бірге қалмай жүретіндер ғой. Зато екеуің бірге барасыңдар. Қоса өлеу жүресіңдер. Оның үйіндегілер көне ме екен? Бірақ ол да бар, Бірақ олардың жағдайы баяғыдай болмай қалған ғой, мама. Білесіз ғой, өткендегі авария болып. Ана операция болып, әрең ақ қалдық қой, көкемізді. Ито аяғы кетті, білесіз. Қазір олардың жағдайы қиындап қалды біраз. Бірақ олардан білейін деп сұрасам, Саматта
ақылы оқуға болсын, қарыз алып оқытам деп отыр. Қарыз кімге жаққан дейсің? Саматтың үйінделерге айтып көрші. Жарайды. Сосын ана сайт тасташы, маған тексеріп көрейін. Болды. Қазір жіберіп қойым. В общем, сөздің қысқасы, бала барсын. Мен үйдегілермен сөйлестім. Мені жіберетін болды. Сен де барсаң жақсы болар еді. Досым, ол жаққа барып тегін оқымаймыз ба? Осылай хотя бы көмек жасаса үйіңе. Мүмкін келгеннен кейін бизнесмен болып кетерміз. Кім біледі? Барам десең, шетелде, үлкен қалада бірге жүреміз, бірге оқимыз. Қасыңда мен болам. Сен олай ойлана берме. Әкеңе дұрыстап түсіндір. Бәрі жақсы болады деп айт. Дін ғой, басқа нәрсе емес. Жарай ма, досым? Әкем жібере ме екен мен? Бала, саған айттым ғой, қарыздансам да, қауғалансам да оқытамын деп. Қай атаңнан діндар болған ең? Менің шетелге жіберіп қоятын балам көп емес. Балам, ау қайдағын шығармаш, жанымызда жүрш. Жоқ, бірақ ше. Айттым, бітті. Далбасылама. Айттым ғой, миын башытпа. Далбасылай берме, түсінікті ма? Шай құйш. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Саматбай, қалайсың, Саматбай? Жақсы. Тыныштық па? Аға, сізге бір өтініш болып тұрған еді. Саматтың әкесі мүлдем оқуға жібермеймін деп жатыр. Сапегең ба? Сіз барып сөйлесе аласыз ба? Мынау Жәнібекке айтсам, түсінбейді. Бәрібір пайда жоқ, менің әкем көнбейді бәрібір. Түк шықпайды демесен. Қалауын тапса, қаржанат деген қазақ. Енді Сапегеңмен сөйлесем, уайымдама. Сендер алаңдамаңдар. Өзім Сапегеңмен сөйлесем. Хорошо? Главный барасыңдар. Олай. Айттым ғой саған. Анан системана кеш. Енді Сәке, уайымдама. Келген мәселемді айтайын енді. Ол не? Сол баяғы Байқожаң таяқ дегендей, сол екеуінің шетелге оқуы ғой? Жоқ. Мен қарсымын. Бұл әңгімен енді қозғамай-ақ қояйық. Осы ескі адамдардың осындай қорқақ болатыны сәл қарын ашады. Балдар ер жетті ғой, көз ашық, көкірек ояу. Ақшасын кережен бәрін өзім берем. Барып оқысыншы. Енді ес білгелі өзіңізді білеміз. Әйтеуір қиын қыстау заманда бір-бірімізден нан сұрап, Құдай көрші болдық. Балдар жаман жақ емес қой, дін үйренуге баратыр ғой. Осы шақта бір бұйырған оқуын оқиды. Осы апта хабарын беріңіз. Бір айдан кейін бұл шығып кетеді. Визасы бар, документтері бар. Біз анау сайттың бәрін тексердік, анықтадық. Бәрі дұрыс, заңды. Ешқандай қорқатын ештеңе жоқ. Ең басы осы ғой. Досым, жақсы болып бірге баратқанымыз. Әкемнің жібергені жақсы болды, Бірге шетелде оқимыз енді. Бауырым, машинаңды аш. Қазір 1 минут. Ал, жақсы жігіттер. Жақсы аға. Ал, жақсы. Абайлап жүріңдер. Жолдарың болсын. Рахмет. Тыныш жүріңдер. Жақсы. Кеттік, досым.
бауырым. Бірінші жылдың оқуы да бітті. Не істейміз? Қашан жолға шығамыз? Иә, бір жылда өте шығыпты ғой, Әлі қанша білмейтін нәрселеріміз бар. Оның үстіне біраз уақыт жіберіп алғанымыз бар. Сонда ауылға қайтпаймыз деген кеп тұр ма? Бауырым, негізі біз осы жерге келіп, көкірек көзіміз ашылды. Таза ислам деген осы жерде екен ғой. Құдайдың өзі бізді адаспасын деп осы жерге бізді өзі әкелді. Сол үшін үйге қайтуға асықпай қойғанымыз дұрыс сияқты. Оның үстіне алда әлі қанша демалыстар бар. Иә, оның да рас. Онда мен ағамнан ақша алдырайын тағы да. Неге? Енді ары бері тұрып жүруге ар жақта да бауырларымыз бар ғой, оларға да ақша аудару керек. Иә, ол да бар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам, ұстаз. Ан жақтағы бауырларға көмек жинап жатырмыз. Ақша қосасыңдар ма? Иә, ұстаз. Бүгін үйдегілер ақша аудару керек. Жақсы. Жәнібек. Иә, ұстаз. Сен алдыңғыдай өзіңнің шотынан аударсаң ғой. Ол жақтағы бауырлар көріп, мұнда сен сияқты бауырлары бар екенін біліп, дән риза болатын еді, иншалла. Жарайды, ұстаз. Солай жасайым. Дұрыс болды ғой, Дұрыс болды. Жүрсе кеттік. Сен маған кітабын бер тұрса өткен деген. Өмір қызғана бересің. Иә, аға, бізде бәрі жақсы. Біраз нәрсені үйреніп қалдық. Иә, Самат та қасымда. Аға сізге сәлем айтып жатыр. Аға, осы демалыста курсқа барсақ деп жатырмыз. Иә, тіл үйренуге. Соған кішкене тағы да ақша салып жіберсеңіз. Сала аласыз ба? Болды, рахмет аға. Жақсы. Не дейді? Бүгін салам дейді. Дұрыс опты ғой, Барлығын тағы бауырларға аударасың ба? Иә. Бағанағы жамағаттың чатындағы видеоларды көрдің ба? Барлығына обал ғой. Әбден қиналып кетті, Кәдімгі қанды қырғынның арасында жүр. Менің де көріп, жаным ашып кетті. Қарасай біз мына жақта бейбіт өмір сүріп жатырмыз да. Олар ана жақта Алла жолында соғысып, шахид болып жатыр. Дұрыс айтасың. Жігіттер, бүгін бауырларға көмек жібереміз. Қосарларың болса бүгін өлгеріп қалыңдар. Ол жақта Дагестан, Өзбекстандық бауырлар асыға күтіп отыр. Егерде ақша аударуға мүмкіндік болмай жатса, оны бара көресіңдер. Ол жаққа баруды мен өзім көмектесем. Жігіттер, тыңдаңдар. Ол жақтағы бауырлар бізді асыға күтіп жатыр. Олардың істеп атқан істеріне Аллахтың атымен ант. Олардікі дұрыс. Бармайтын болсаңдар зорлық жоқ. Ал бірақ баратын болсаңдар, нығметке, сауапқа кенелесіңдер. Ол жақта шахид болып жатсаңдар, ата-аналарың, бауырларың жәннатқа кіріп жатса, оған сендер себепші боласыңдар. Иншалла. Мен барам. Мен де барам. Мен барам. Мен барам. Біз Жәнібек екеуміз де барамыз. Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар!
рұқсат па? Тыныштық па? Бір әңгіме бар еді сізбен. Сөйлесіп алсам бола ма? Кел, отыр. Ұстаз, мен әлі дайын емес сияқтымын. Таяу шығысқа кейін барсақ, қазір мен Саматты алып елге қайтсам, кейінгісін көре жатармыз. Жәнібек, Қазақстанға барып не істейсің? Самолеттен түсер түспестен кәфірлер қолыңды қайырып түрмеге апарады. Сен сол жерде шірейсің. Астафиралла. Сен одан да жихадқа барып шахид болмайсың ба? Еліңе барып түрменің түбінде шірігенше Алланың жолында өлсең жәннатқа түсесің. Еліңе оралсаң түрменің түбіне түсіп шірейсің. Ары қарай өзің ойлан. Ей, досым, сенің есің дұрыс па? Неге бармаймыз дедің? Білмеймін, досым. Бастапқы мақсатымыз дін үйрену еді ғой. Барлығы шатасып кетті. Менде бір күдік бар. Мына нәрсені істеп атқанымыз дұрыс па, бұрыс па? Алла жолында күмән келтірудің өзі қандай үлкен күнә екенін білесің ба? Әлде сен менің жәннатқа барғанымды көре алмай осылай істеп жатсың ба? Әлде ислам сен үшін түкке тұрғысыз нәрсе ма? Жоқ, олай емес, досым. Мейлі, барсақ барайық. Барлығы Алла ризалығы үшін ғой. Міне, енді өзіңе келдің. Онда мен қазір ұстазға айтып қуантайын, Менің ақшам толығымен салып жіберіңдер. Балдар дайын. Бүгін кешке жолға шығады, иншалла. Қане, жігіттер, тек қана ақша киімдерді ғана алыңдар. Кеттік, досым. Сонымен бізді тергеді, тексерді. Толық не болған барлығын айтып бердім. Және бұлардың істеп жүрген тірліктерін, дұрыс емес екенімді білгенімді толық айттым. Бірақ маған осы терроризмді насихаттадың және қаржыландырдың деп айыптады. Істеген қылмысыма өкінетінімді айтқаннан кейін мені 7 жыл 6 ай бас бостандығымнан айырды. Сол кезде әмірдің
өз атыңнан сал, кім салып жатқанын білсін, және мен қайтам деген кезде сен елге қайтсаң сотталасың, түрмеде шірейсің деген сөздерінің мән мағынасын сол кезде түсінгендей болдым. Енді бұл әмірдің айтуы бойынша салғанымды айтқан кезде мен сотқа оны дәлелдей алмадым. Себебі құжат бойынша барлығы менің атымнан кетіп отырған. Сол кезде мен алданғанымды түсіндім. Ал Самат ше, оған не болды? Қазір қайда? Сотталғаннан кейін 1 жылдан соң үйдегілермен кездестім. Сол кезде Саматтың қайтыс болғанын естідім. Ең өкініштісі түрме емес еді. Саматтың әкесінің көз жасы еді, Сапар ағамның. Өзекті өртейтін нәрсе Саматтай бауырымның отбасын бақытсыз еттім. Ол отбасы алдында бір кешірілместей үлкен күнә жасадым. Марқұм Сапар аға, кешіріңіз мені. Марқұм дейсіз бе? Самат бауырым қайтыс болғаннан кейін 5 айдан кейін Сапар ағам ауырып дүниеден өтіпті. Иманды болсын. Енді соңғы арманым, енді осы жерден Алла нәсіп етіп аман есен шықсам, отбасын құрып, егер дүниеге ұл келіп жатса, Самат деп қояр едім. Және осы жердегі еліміздегі ұстаздардан мешіттерге барып білім алатын едім. Бұл ісіммен бұл істеген кінәларым кешірілмейтінін білем, бірақ жалғыз үмітім осы. Сұхбатыңызға рахмет.